Қайырлы күн. Мен Ақтау қаласы Марабаев атындағы 7-ші мектеп-лицейінің 6-шы сынып оқушысы Поздняков Никита. Мен сіздерге әлемге әйгілі қасапқой боксшы Геннадий Головкин туралы айтам. Оның есімі тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде танымал. Ол орта салмақта әлем чемпионы атағына бірнеше рет ие болған және өзінің рингтегі мықтылығымен танылған. Головкин 1982 жылы 8 сәуірде Қазақстанның Қарағанды облысындағы Майқұдық ауданында дүниеге келген. Ол көпбалалы отбасынан шыққан. Геннадийдің спортқа деген қызығушылығы бала кезінен басталған. Алғашында ағалары оны боксқа жетелеп, үлкен спортқа жол ашты. Головкин отбасылы адам, оның әйелі Алина және 2 баласы бар.